Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге Қалағанов Исабек және артқы фонда отырған Нұрлан Қаламов. Және бүгін біз креативті Майнкрафт рубрикасынан супермаркетті обозревать ететін боламыз. Бұл екінші бөлім, бастайық. Достар, лайктарыңызды басыңыздар, ардына тіркеліңіздер, көріп тұрғаныңыздай Исабек Қалағанов менің шоуымды ұрлап алып, креативті Майнкрафт деп ұрлап кеттім, болды қойшы. Короче, егер де достар білмесеңіздер, біз Исабек Қалағанов және де мен екеуміз қазір Атыраудамыз, бір қаладамыз. Исабек Қалағанов маған қонаққа келді. В общем, енді біз Исабек Қалағановтың арнасына обязательно тіркеліңіздер, өйткені енді оның арнасында да видео шығып тұрады. Мен осылай арасында үйістіп оның видеоларына келіп тұрамын, осылай, өйткені бір үйде тұратын болғасын, енді видеоларымыз бірге шығып тұрады. Сол үшін достар, қолданыңыздар, арнасына тіркеліңіздер. Және менің де Нұрлан Қаламовтың видеоларында күтіңіздер. Ал біз бастайық. Мына көріп тұрғаныңыздай супермаркетті мен кварцевый блоктармен кірпіштен жасадым, және стильный мындай қызыл линияларды қостым. Көріп тұрғаныңыздай барлығы да әдемі көрінеді меніңше. Көріп тұрғаныңыздай мынаны өзгерте алмадым мен дейтін не екенін білмеймін, осындай светится полублоктар. Кіріп отырған кезде көргеніңізде мына жерде железный дверді көресіз. Железный дверге кірген кезде мына жерде сразу бізді қызыл дорожка күтіп тұрады. Мына жерде касса. Мен де өзімде көрген жоқпын, бір жағынан мен бұлайда қарап алам. Исабекті салғанын көрген жоқпын. Сол үшін сіздермен бірге мен де бірінші рет көріп өттім. Мен жерде сразу көрген кезде әдемілік үшін мен жерде кусттар қойып қойдым. Кусттар декорациямен, рамкалармен осындай горшок сияқты қылдырып қойдым да. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай полкалар тұр. Полкаларда міне суп, торт барлығы да бар. Көріп тұрғаныңыздай ет, морков. Мен жерде артында да заттар болады. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай морков бар, су да бар. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай золотой блоктар, бірақ золотой блокты май сияқты жасадым. Біртүрлі болады, бірақ окей. Мені көріп тұрғаныздай, мен жақта да дәл сондай ет көріп тұрғаныздай, нан бар, балықтар да бар. Мен жақта уже дәл сондай, мен жерде суп көріп тұрғаныздай. Ал қарасаңыз, мен жерде лампочкалар бар. Лампочкаларсыз мен жер өте түнек болады, ал олармен барлығы жақсы. Көріп тұрғаныздай, мен жерде шағын бір ғана касса тұр. Себебі негізі көбінесе супермаркет емес, но көбінесе магазинге ұқсайды екен. Иә, сондай магазин деуге де болады ғой, осыны шағын ғана супермаркет қой, шағын маркет дейді, сондай бірдеңе бар. Маркет. Иә, көріп тұрғаныздай, мына жердің барлығы түнек болып кетеді, свет түсіндірсеңіз. Ал мына зат, типа сигнализация сияқты бірдеңе бар. Мына көріп тұрғаныздай, мына жерде лаймовый ковер мен кусочек золота тұр, ол дейтін қағаз ақшамен тиындарды көрсетеді. Меніңше барлығы да өте жақсы шыққан сияқты. Міне көріп тұрғаныздай барлығы да таза. Бірақ нормально шыққан, бірақ кішкентай болып шыққан екен. Иә, өте кішкентай, көп зат сыйғыза алған жоқ, бірақ келесі постройка вот это үлкен зат болады. Қасындағы зат көрсете салайын. Мына жерде құттай шағын үй сала салдым. Сонымен бірге көрсете салайын, себебі видео что-то қысқа болып шығып жатыр көріп тұрғаныңыздай. Мына үй деген булыжникпен ағаштың қосылысымен жасалған, көріп тұрғаныңыздай өте шағын, бірақ ламповый деуге де болады. Міне көріп тұрғаныңыздай есіктері біртүрлі мындай интересный. Қазір факел алып қойып тастаймын жерге жылдам. Бұлай оп-оп-оп дейінсінде осы жер қоя саласында көріп тұрғаныңыздай мен жерде бревналар ұстап тұр. Крышаның өзі бревналардан жасалған. Мына жерде музыкальный центр барлығы да бар. Көріп тұрғаныңыздай міне кожаная броня, ет, меч барлығы да бар. Көріп тұрғаныздай, міне печкада ішінде угіл жатыр. Ал мен жерде адамның ұйықтайтын жері бар да, мен жерде отыруға болады. Осыда барлығы бітеді, енді басқа не салатынды да білген жоқпын. Осы жерді сізге көрсетейін дегенім. Ал енді сізге басқа не көрсету болатынын білмеймін. Осымен видеоны бітірсем де болады деп ойлаймын. Жақсы шыққан сияқты. Ал енді сіздермен бірге болған Қалағанов Исабек және Нұрлан Қаламов. Видео сізге ұнаса лайк қойып коммент жазыңыздар, ал өте ұнаса подписаться етуіңізге де болады. Сіздермен бірге болғаныңыздар, барлығыңызда сау болыңыздар.